өте қатты ұялшақ болдым. Мысалға, мен ұялдым, даже сатуға ұялатынмын, өзімді ұсынуға ұялатынмын. Осының барлығын ыңғайсыздықтан арылып, өзіңді проявляция етуге, өзіңді проявленностьқа өтетін боламыз. Біз қысылмайтын боламыз, әлемімізде еркін жүретін боламыз, еңсемізді тік көтеріп жүретін боламыз. Өйткені ешкімнен сіздер кем емессіздер. Яғни өзіңіздің әлемде еркін шығуына, лайықты болуына, проявляция етуіне рұқсат беретін боласыздар. Сондықтан осы шешімді қазір қабылдасаңыздар. Я хочу проявляться. Өзімді тығып, бұғып бір лайықсыз деп қашып жүру емес. Кстати, мен мысалға сол проявлениемен жұмыс істеген кезде, кстати, осы проявленность деген частьті мен өте қатты тоқталатын боламын осы жаңағы квантовый переходта. Өйткені мен өзім инстаграмда рилстар саламын, а бірақ внутри подсознательно, сознательно рилстар саламын, ол рилстарым атса екен деп мимен ойлаймын, а подсознательно мен тығылып қашып жүрдім. Өйткені мен ешкім көріп қоймаса, ол рилстарым атып кетпесе ұят болатын сияқты, мені елдің бәрі күлетін сияқты. Яғни менің ішімде уже кереғар конфликт тұрған түсіндім. Сол моменттерде мен өзімнің жаңағы әлемге көрсете алатын адам екенімді сезіну үшін жұмыс істеуіме тура келген кезде ғана менің парақшамда елдің бәрі маған қарай бастады. Тағы да сондай дүниелер көп. Мысалға, біз ақшаны хотим, и в то же время бессознательно не хотим. Өйткені бессознательно ақша келсе, менің өмірімде жаңағы сот болуы мүмкін, оның сұрауы болуы мүмкін деген басқа да страхтар бар. Осы страхтың барлығымен біз квантовый переходта жұмыс істейтін боламыз. Енді ескі программалардың арылу, мышление, фокус, инструменты және проводник, осының бәрі менің квантовый переход деген курсымның ішінде. Сіздер одан білесіздер, бұл курсқа байланысты, жалпы менің сабақтарыма байланысты нәтижелер, алғыс хаттар өте көп. Мен олардың барлығын сіздерге оқып отырғым келмейді. Өздеріңіздің де көздеріңіз жетіп отырған шығар деп ойлаймын. Қаншалықты менің тегеурінді, мықты проводник екендігімді, оны сіздерге дәлелдемей ақ қояйын. Енді сіздің де өміріңізге осы трансформацияны жүзеге асыратын кезек қазір келді. Все, келді. Яғни осы шешімді қабылдайтын. Бұл 2 күндік кездейсоқ емес деп ойлаймын. Яғни Алла тағала сізге знак ретінде, белгі ретінде өміріңді өзгертуге, жаңа кезеңге, қадамға өтуге сізге жаңа мүмкіндікті беріп отыр деп ойлаймын. Әр қарай кеттік. Сізде программа курстан өту барысында қандай өзгерістер болады? Бұл ескі программалармен өзіңіздің өміріңізге кедергі келтіретін установкалардан арыласыз. Яғни барлығымыздың слепая зонамызда бізді басқарып тұрған, жаңа стыдно, сөйлеуге ұят болады, өзіңді көрсетуге ұят болады деген проявленностьтан қашу, ақша тапсам ұят болады, еңбек ақымды сұрасам ұят болады, яғни өзіме қалаған сумманы айтсам ұят болады деген сияқты әртүрлі біздің ішімізде тұнып тұрған блоктардың барлығынан сіздер арылатын боласыздар. Мұны қалай жүзеге асырамыз? Ең бірінші, ол блоктардың барлығы жанботалар мида емес, тәнде болып табылады. Яғни теломен жұмыс істемейінше сіздер жаңағы блоктардан арыламайсыздар. Адамдардың көпшілігі ойлайды, мен мимен жұмыс істеуім керек деп. Жанботалар мимен емес, блоктың барлығы сіздің телоңызда тұр. Стыд телода тұр, ничтожество телода тұр. Өзіңді часто ничтожество сезіну, өзіңді часто бейшара сезіну. Мен өте қатты бейшара сезінген адам болатынмын. Стресс телода тұр. Жаңағы осының барлығымен біз дыхательный практикалармен күнделікті сіздерге күнде мен дыхательный практиканы 10 минут уақытыңыз кетеді, төбеңізден төніп тұрып істететін боламын. Сіз өз состояниеңізді қалай өзгертесіз? Жүрегіңізді қалай ашасыз? Яғни оны әрине медитациялар арқылы. Мен сіздерге медитациялар легін пакетін берем. Осы медитациялардың қайсысын қай жағдайда жасайтынын сіздерге түсіндіретін болам. Яғни қаржылық молшылық, изобилие медитациясы, өзіңді өзің бағалау, самооценкаңды көтеру, жаяу жүріп келе жатқан кезде құлағыңа қосып қоятын медитация, жүректің көзінің ашылуы, квантовый переход жасау, ескі өмірден жаңа өмірге секірудің медитациясы, жаңа мүмкіндіктерді ашу, жаңа есіктерді ашу медитациясы, өзіңе деген махаббат. Бұл жерде мен сіздерге медитациялардың кішкентай ғана бөлшегін айтып отырмын. Даже проявленность деген медитация бар. Алхимик деген жаңағы любой темірді алтынға айналдыратын адам. Осы медитациялардың барлығын сіздермен жасайтын боламыз. Және ең жақсы көретін медитациямның бірі ол болашақтағы өзіңмен кездесу деген. Яғни қазір қараңыздар, қазір өзіңіздің әрқайсыңыз өткен шақтағы өзіңізді көре біліңізші. Мен мысалға осы медитацияны жасаған кезде ағыл-тегіл жылаған болатынмын. Өйткені өткен шақтағы қорқып жүрген Мақпалды, қиналып жүрген Мақпалды,
жаңағы шақырып өзім болашақтағы мақпалдың қалаған мақпалымның состояниесіне өттім да, мен болашақта тұрып, наоборот, қазіргі мақпалды өткен шақ деп қарап шақырдым. Сол кезеңде ол мақпалды құшақтап тұрып жыладым, өйткені сол мақпал мені қазіргі болашақтағы мақпалға алып келді. Соның қайтпайтын қайсарлығы, әйтеуір жаңа қалайда ізденгені, оқи бергені, өзін қаза бергеннің арқасында мен өзімді тапқан адамын. Сол кезде я благодарю тебя, қанша жаңағы қиындық болса да, қанша ақшасыз қалса да Құдайдан үміт үзбегеніңе, бір күні жарық болатындығына сенгендігіңе деп мен ағыл-тегіл жылаған болатынмын. Бұл медитация өте глубинный медитациялардың бірі. Сенің өз ойлау жүйеңді, мышлениеңді қалай өзгертесің, басты қалай өзгертесің. Оның барлығы модульдерде айтылған. Оймен жұмыс істеу, ойды қалай басқару, дұрыс ойлауға үйрету, жаңағы главный инструмент басты дұрыс мышлениеге қалыптастыру. Квантовый переходтың негіздерін, осының барлығын айттым сіздерге. Өзіңді тану, фокус назарыңды басқару, мышление, расширенное сознание, эмоциональный интеллект, здесь и сейчас деген. Бұл сабақтардың барлығына 4-5 сабақтар арнадым. Божественный разум, ішіндегі Құдайды табу, ол Құдаймен қарым-қатынасты бекіту. Бұның барлығын сіздерге мен сабақтың барысында терең айта алмаймын, өйткені 2 күндік ана жерде мен модульдарда кәдімгідей терең тоқталатын боламын. Және инструменттер, қандай инструменттерді пайдаланамын, үлкен ақшаға өту, осының өзіне мен модуль арнаймын. Армандаған жеке пәтерге өту, көлікке және саяхатқа қол жеткізу, қарсыз өмірге өту, самоценность, любовь к себе, тендермен жұмыс істеу, ішіңдегі тендеріңді шығару, қорықпау, өзіңнен жаман адам болдым деп қорықпау, злостіңа рұқсат беру, жаңағы өзіңнің қызғанышыңды да көру, оны да любить ету, денсаулықты нығайту, тәнмен жұмыс істеу, осының барлығы модульдерде бар. Менің бұл 10 жыл жинаған барлық білімімнің қысқаша әрі құнды жинағы болып табылады. Бәрі қарапайым, ұғынықты, кәдімгідей езіп түсіндірілген. Енді ары қарай кеттік. Сіздің наставнигіңіз кім? Ол әрине сіздің проводнигіңіз Мақпал Қаратай. 1 жылда 1 миллиард теңге табыс, 100-ден астам елде саяхатта болдым, 1 миллионнан астам оқырман, 2 бестселлер кітаптың авторымын, балаларым менің шетелде оқиды. Одан басқа менің өмірімде жаңағы қымбат брендтер, қалаған еліме саяхат, қалаған затымды алу, өзімнің көлігім, жаңағы өзімнің пәтерім деген сияқты өмірімде өте көп өзгерістің барлығын мен өзімнің өмірімде квантовый переход жасау арқылы өміріме тарта алдым. Мұның барлығы менің тәжірибем, құралдарым, және сіздерге осының барлығы толық ашылады. Менің өмірлік жолымды берген құралдарым сіздерге сабақтың барысында толық өтесіздер. Сіздер мен сияқты жылдарыңызды беріп жүрмейсіздер. Сіздер наставникпен жылдам өтесіздер, қараңғылықтан жарыққа. Әр апта сайын сіздермен тікелей онлайн кездесу болады. Кәдімгідей мен сіздерді зумда отырып разбор жасайтын боламын. Біз зумда танысып аламыз бәріміз бір-бірімізбен. Мен зумда отырып кәдімгідей жаңа инсайттарыммен бөлісетін боламын. Зумда отырып жаңа білімдердің барлығын сіздерге айтамын, сұраймын. Сазбондарда не болады? Сіздің жағдайларыңыз талдау болады, не болып жатқанын. Яғни сіздермен мен чатта боламын, сол үшін біліп отырамын. Сіздердің барлық разборы ваших ситуаций, сұрақтарыңызға жауап беріп отырам. Және терең білімдерімді, жаңа инсайттарымды все время зумда мен сіз апта сайын сіз кетіп қалмас үшін ескі вариантыңызға, ескі нұсқаңызға все время мен сізді қайтарып жаңа нұсқаны бойыңызға қалайтын боламын. Сонымен өміріңізді түбегейлі өзгертетін бұл ең маңызды кезеңдеріңіздің бірі болып табылады. Яғни 45 күн сіз өзіңіздің өміріңізге осы кезеңді мәңгі бақи есте сақтайтын боласыз. Яғни Мақпал Қаратаймен өткізген 45 күн менің өмірімді осыншалықты өзгеріске алып келді деп өзіңіздің өміріңізде там сана айтатын боласыздар. Сабақ барысында менімен бірге ортақ чатта боласыздар. Яғни күнде менің бүгін ойбай настроением жоқ десеңіз, мен сізге өзімнің айқайлаған даусыммен, бәлкім сыңғырлаған даусыммен, бәлкім барқытный голосыммен күнделікті сізді бері қарай тарып отыратын боламын. Өйткені біздің ескі болмысымыз, мен өзімді екіге бөліп қарадым. Ескі Мақпал, жаңа Мақпал. Менің задачам өмірім өзгеру үшін жаңа состояниесі бар Мақпалға айналуым керек дедім. Бірақ ескі Мақпал все время тартып тұрды. Тревожностьқа, уайымға, қайғыруға, жаңағы соған сәйкес менің өмірімде ішімде не сезінем, соған сәйкес оқиғалар бола берді. Сол кезде мен жаңа Мақпалды қалау үшін
кәдімгідей біраз еңбектендім. Енді сол сіздерге сол еңбегімді барынша жеткізгім келеді. Яғни чатта сізге сәл плохо болып қалса, мен бармын. Впервые в жизни мысалға ойлаңыздаршы, ешқандай наставник, жаңағы проводник чатта өзі отырмайды. Оның кураторлары отырса, мен өзім отырам сіздерге. Сәл плохо болып қалса, нәтижелеріңізді бақылап отырам, төбелеріңізден төніп отырам. Күнделік таңертең тұрған кезде мен даусымды естисіздер, ұйықтайтын кезде мен даусымды естіп ұйықтайсыздар. Яғни соңына шейін жеткізу үшін эмоционалды қолдау көрсетем. Если честно, бұл енді менің просто чатта отыруымның өзі үлкен нәтиже деп ойлаймын. Сондықтан бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, өйткені алдағы уақытта маған қазір продюсерлерім чатта өзіңіз отырмаңыз деген жаңағы не айтуда, кеңес айтуда. Бәлкім алдағы уақытта чатта менде кураторлар отыратын шығар. Пока мен отырған кезін пайдаланып қалыңыздар. Өйткені бұл соңғы рет отыру болуы мүмкін. 45 күн біз менімен бірге боласыздар. 45 күндегі негізгі нәтиже үлкен трансформациядан өтесіздер. Нәтижесінде үлкен ақшаға жетесіз, арманыңызға жетесіз, бақытты ғұмырыңызға жетесіз, оянасыз, здесь и сейчас өмір сүресіз және қалауыңызды өміріңізге жұлып алудың негізгі механикасын үйренетін боласыздар. Кім осы жолды менімен өткісі келеді, чатқа мен деп жазыңыздар, сіздерге қазір күшті ұсыныс айтамын. Жазыңыздар, пока мен бір суды ішіп жіберейін. Қазір сабақтың соңында сіздерге айтатын тағы бір ұсынысым бар. Жазыңыздар, плюс қалдырыңыздар. Кім өткісі келеді менімен бірге осы жолды? Жазыңыздар. Все возможно, молодец, Бог всемогущий, все возможно, қыздар. Өміріңіз түбегейлі өзгергенде ертең өздеріңіз шок болып маған талай жылайтын боласыздар. Мақпал ханым, мен машина алдым. Мақпал ханым, менің мысалға шәкірттерім кәдімгідей